Өзіңді жетілдір. Кейде жасы 20-ға толған адамдармен бірге отырасың да, жастарына сай қарым-қатынас, ой-пікір, сөйлеу мәнерін көресің. Содан соң жастары 30-ға жеткен кезде кездесіп отырып қалсаң, дәл сондай деңгей байқайсың. Бойларында дамыған ештеңе жоқ. Ал кейбір адамдармен отырғанда өз өмірлерін барынша пайдалы өткізіп жатқандарын, кешегі күнмен салыстырғанда бүгін әлде қайда ілгерілеп жатқандарын байқайсың. Тіпті бірнеше сағаттардың арасында діни тұрғыда немесе дүниелік қырынан дамып жатқанын көресің. Егер осы мәселедегі адамдардың қандай болатынын білгің келсе, кел, олардың жай жапсарын, олар мән беретін нәрселерді бірге зерттеп көрейік. Мысалы, теледидар. Мұндай каналдарды кейбіреулер таным көкжиегін кеңейту үшін, ақыл парасатын арттыру үшін, белгілі бір тақырыптарда сұхбат берген адамдардың тәжірибесінен пайда алу үшін қарайды. Сөйтіп түрлі мәселелерді талқылауды үйренеді, тіл байлығын арттырады, мәселелерді түсіну, жылдам ойлауды, ой жарыс жасай алуды, өз пікірін өткізудің жолдарын үйреніп, өз деңгейін арттырады. Ал кейбір адамдар болса, баянсыз махаббат туралы айтатын сериалдардың ешбірін жібермейді. Театрдағы эмоцияға толы қойылымдарды тамашалайды. Қорқынышты, фантастикалық фильмдерді көреді. Беретін ештеңесі жоқ, өтірікке құрылған қияли фильмдерді тамашалайды. Қане, бірінші адам мен екінші адамның жағдайын 5 жылдан кейін, мейлі 10 жылдан кейін қарап көрші. Екеуінің қайсысы деңгей жағынан жоғарылайды? Қайсысы зерек, ойы терең, мәдениеті жоғары, ойын жеткізу жағынан, түрлі оқиғаларға тап болған кезде жасайтын әрекеті жағынан қайсысы алда тұрады? Еш күмән жоқ. Бірінші топтағы адамдар көшілгер тұрады. Сен оның қарым-қатынастағы стилінің өзгергенін байқайсың. Еш күмән жоқ. Бірінші топтағы адамдар көшілгер тұрады. Сен оның қарым-қатынастағы стилінің өзгергенін байқайсың. Ол саған сөздерін шариғатпен дәлелдеп алып келеді, немесе цифрлар мен фактілерді алдыңа дәлел ретінде жайып салады. Ал екінші топтағы адамдар саған актерлар мен әншілердің, шоу-бизнесте жүрген жеңіл-желпі адамдардың сөздерін айтады. Осындай әдеті бар біреу бір күні сөзінің арасында «Алла, жүгір құлым, мен де сенімен бірге жүгірейін» деп айтты деп қойып қалды. Біз оған бұл сөзінің аят емес екенін, мұндай аят мүлде жоқ екенін ескерттік. Сол кезде оның өңі бозарып, үндемей қалды. Кейін мен оның осы айтқан сөзін ойлана келе, бір сериалдан санасына қалып қойған мысырлық бір мақал екенін түсіндім. Ыдыстың ішінде не болса, сыртқа сол төгіледі. Сондай-ақ газет-журнал оқу мәселесінде қарап көрейік. Газет-журнал оқитындардың арасында өзін дамытатын, қабілетін арттыратын, таным түсінігін тереңдететін қаншама пайдалы ақпараттар, берері бар мағлұматтар оқитындар бар. Сол сияқты спорт пен өнерге қатысты газет-журналдарды ғана оқитындар да көп. Тіпті кейбір газет-журналдар спорт пен өнерге көбірек парақ арнаудан жарысқа айналып кеткендей. Сол сияқты біз қаншама уақытымызды арнап жатқан түрлі бас қосуларды да айтуға болады. Егер сен арт жақта емес, саптың ең алдында болғың келсе, қай жерде болсаң да өзіңді жан-жақты дамыту жолында бол. Осы нәрсеге өз-өзіңді бейімде. Абдулла ынта-жігері лаулап тұрған жігіт еді. Алайда ол кейбір қабілеттерін пайдаланбайтын. Бір күні ол үйінен мешітке 5 намазын оқып алуға шықты. Оның ішінде намаз оқуға деген құлшыныс күшті болып тұрды. Оны намазға итермелеп тұрған нәрсе дінге деген құрметі болатын. Мешітке жетпей жатып адамдар намазға тұрып қоя ма деген қорқынышпен жүретін. Жол-жөнекей биік пальманың басында құрмаларын тазалап, жұмысын жасап отырған бір кісінің қасынан өтті. Абдулла оның намазға немқұрайлы қарап отырғанына таң қалды. Тіпті ол азанды естімегендей, қаматтың түсірілгенін күтпейтіндей халде отыр. Сонда Абдулла оған бар даусымен: «Ей, төс андағы жерден, намазыңды оқы», деп айқай салды. Әлгі кісі Абдуллаға барынша суық жүзбен қарап, жарайды деді. Абдулла онымен тоқтамай: «Тез бол, намаз оқы, есек» деді. Әлгі кісі шыдай алмай: «Мен ба есек?» Сөйтті де құрманың басынан бір бұтағын кесіп алып, басын жарайын деп төменге қарай түсе бастады. Абдулла ешкім танып қоймасын деп бетін орамалмен жауып алды да мешітке қарай жүгіре жөнелді. Әлгі кісі ағаштың басынан ашулана түсті. Үйіне барып намазын оқып, сәл демалып алды. Содан соң қайтадан құрманың басына шықты да жұмысын жалғастыра берді. Асыр намазының уақыты кірді. Абдулла тағы да мешітке қарай шықты. Әлгі құрманың қасынан өтіп бара жатса, ана кісі басында әлі отыр екен. Оған деген сөзінің мәнерін өзгертіп: «Ассалаумағалейкум, қалың қалай?» деді.
Альхамдулилля, бәрі жақсы, деді ана кісі. Алла істеріңе береке берсін. Биыл түсім қалай болып жатыр? Аллаға шүкір. Алла сәтін салсын, ризығыңды молайтсын, береке кіргізсін, еңбегіңнің жемісін жегізсін, бала шағыңа да мол берекесін берсін, деді. Ана кісі бұл дұғасына кәдімгідей риза болып қомпылдап қалды. Әмин, деді де Абдуллаға рахмет айтты. Сонда Абдулла: байқаймын, жұмысқа кіріп кеткенің сонша асыр намазының азанын естімей қалған сияқтысың. Азан шақырылып қойды. Қазір сәлден соң қамат айтылады. Төбеден түсіп, сәл демалып алсаң, намазға да үлгересің. Намаздан соң жұмысыңды ары қарай жалғастырасың. Алла денсаулығыңды әрі өзіңді де сақтасын, деді. Ана кісі иншалла, иншалла деді де биіктен жайлап түсе бастады. Содан соң Абдуллаға жақындап кеп жылы жүзбен жымиып амандасты. Осындай жұмсақ мінезіңе рахмет. Бағана бесінде біреу өтіп бара жатып жаман сөз айтып кетті. Оны ұстасам, кімнің есі екенін көрсетемін, деді. Басқалармен қарым-қатынас жасай білуің, олардың да саған қалай қарым-қатынас жасайтынын анықтайды.